Бүгін Түркістан аспанын әсем ән тербемек. Бұған дейін Арыс жағасында ретро фестивалі Шәмші Қалдаяқов атындағы Гүлзарда өткізіліп келсе, биыл тұңғыш рет облыс орталығы Түркістан қаласында қанат жаймақ. Түркістанда өтетін фестивальға бүкіл жергілікті композиторларды жұмылдыру көзделген. Бұрындары 2-3 сазгердің әнмен шектелсе, биыл түстік өңірден шыққан танымал композиторлардың шығармалары шырқалады. Сонымен қатар өңір басшысының ұсынысымен композиторлар шеру өтеді. 40 метрлік сахна жабдықталып, оған 100 шаршы метр LED экран қойылған. Түркістан облысына ғана тән фестивальдің мақсаты барша қазақтың мақтанышына айналған жергілікті композиторларды, өнер ұжымдары мен әншілерді дәріптеу, олардың шығармашылығын насихаттау. Айтулы ән кешіне Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткерлері, әнші сазгер Марат Омаров, Жұбаныш Жексенұлы, Қадиша Шалабаева, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері әнші Айгүл Иманбаева, әнші сазгер Заттыбек Көпбосынұлы, Асқар Жайлаубаев сынды танымал әншілер келеді. Шығармашылық кеште Арбат сарын топтарда өнер көрсетіп, жергілікті сазгерлердің халық арасында кеңінен тараған әндерін орындайтын болады. Бір ерекшелік жері, жылда біз 4-5 композиторға арнап атсақ, биыл облыс басшысының идеясымен композиторлардың шеруін өткізейін деп жатырмыз. Осы Түркістан облысына шыққан елімізге танымал қаншама композиторлар бар. Жалпы Түркістан облысы өнерге бай өлке ғой. Біздің қаншама қылқалам шеберлеріміз бар, күміс көмей әншілеріміз бар. Өмірін өнерге айырып бастаған небір талантты композиторлар бар. Расында композитор демекші, осы біздің ұйымдастырып жатқан іс-шарамыз дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келе жатқан Арыс жағасындағы 9-ретро фестиваль.